Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 127 сабақ логикалық есептер бас қатырғыштар. Сен бас қатырғыштарды құйып алу және өлшеуге берілген логикалық есептерді шығаруды үйренесің. Бірінші есеп сиқырлы шашыларды толтыр. Мына жерде 7-ге 6-ны қоссақ, оған 11-ді қоссақ 24, яғни көлденең қоссақ та, қиғаш қоссақ та, тігінен қоссақ та 24 шығады екен. Жалғастырамыз. Үшінші қатарды қоссақ, 5-ге 10-ды қосамыз, оған 9-ды қосамыз, 24. 6-ға 8-ді қосамыз, оған 10-ға қосамыз, 24. 11-ге 4-ді қосамыз, оған 9-ды қосамыз, 24. 12-ге 8-ді қосамыз, оған 4-ді қосамыз, 24. 7-ге 8-ді қосамыз, оған 9-ды қосамыз, 24. Қалған екі торгезді дәл осылай шығарамыз. Бірінші, белгілі саны бар жолды шығарып аламыз. 12-ге 22-ні қосамыз, 22-ге 8-ді қосамыз, 42 шықты. Яғни біз тігінен де, баған түрінде де, жол түрінде де қиғаш қоссақ та 42 шығу керек. Кеттік. Енді бұл жерде 22 мен 6 белгілі болып тұр. 42 шығу үшін 14-ті қоямыз. Ары қарай шығара береміз. Енді келесі 8-ге 14-ті қосамыз. 42 шығу үшін оған 20-ны қосуымыз керек. Енді 20-ға 12-ні қосамыз. 42 шығу үшін оған 10-ды қосуымыз керек. 10-ға 14-ті қосамыз, 18-ді қосамыз, 42. 18-ге 8-ді қосамыз, оған 16-ны қосамыз, 42. Балалар түсінікті шығар деп ойлаймын. Келесі екінші шашында осылай толтырып шығамыз. Үшінші шашыдан бізде барлық сандарды қосқанда 30 саны шығу керек. Бұл жерде бізде 3 жол, 3 баған, 2 көлденең. Сонда 8 өрнек шығу керек бізде. Келесі екінші есеп. Тік төртбұрышты әр бөлігінде белгіленген бір нүктесі бар өзара тең 6 бөлікке бөл. Бізде қанша торкөз бар, соны санап аламыз. Жолда 6 торкөз, бағанда 5 торкөз. Жалпы 30 торкөз тұр. 30 торкөзді тең 6-ға бөлу үшін бір бөлікте 5-тен торкөз болу керек. Бұлай бөлсек болады. Бірінші, екінші, әр бөлікті бір нүктеден ғана болды. Үшінші, төртінші, бесінші, ортасындағы мен алтыншы. Келесі үшінші есепті суретке қара. Жасыл, сары, көк және қызыл дөңгелектерге ұпай санын анықта. Жасылымыз 400 болып тұр. 400-ге 400-ді қоссақ 800, 1000 жасау үшін 200-ді қосамыз. Яғни сарымыз 200-ге тең екен. Енді 200-ге 200-ді қоссақ 400, 700 жасауымыз үшін 300-ді қосамыз, көгіміз 300 болады екен. Енді мына жерде бізде 500 болып тұр. Жасылымыз 400 болды, қызылымыз 100 болды. 400-ге 100-ді қоссақ 500 болып тұр. Мына жерде ақшыл көгімізді бізде сұрап тұрған жоқ. Яғни бұлар бос ашық болады. Бізге тек жасыл, сары, көк және қызыл түстер. Ал ашық көк түсті яшықтарды сұрап тұрған жоқ. Міне осылай шығарамыз балалар. Міне көк 300 болса тексеріп жеп. 300-ге 300-ді қоссақ 600 шығып тұр. Мынаны шығарып берейік. 400, 300, 700 шығып тұр. Келесі төртінші есепте бос торкөздерді толтыр. 15 шығу үшін міне бағдарша қойып қойған. Солдан 10-ға қарай қосамыз. Яғни 5 болу керек. Шаршы болғандықтан бұның мәндері тең деген сөз. Яғни 3, 5, 15.
Енді мына жерде бізде 2 үшбұрыштыр. 2 үшбұрышымыз теңдей болу керек. 17-тен 5 салсақ 12, 12-ні теңдей 2-ге бөлсек 6-дан келеді. Мына жерде шаршымыз 5-ке тең болып тұр. 16 шығу үшін 5-ке 5 салсақ 10, 10-ға 6-ны қоссақ 16. Бұл жерде мына жерде 16-ға тең болып тұр. Мына жер қаншаға тең дейді? 6-ға 6-ны қоссақ 12, 12 4-ті қоссақ 16. Мынаны шығару үшін 5-ке 5-ті қосамыз 10. 10-ға 4-ті қоссақ 14 шығады екен. Бұл сор көздер толтыру үшін жолда 34-тен қаншаны алсақ 26 шығады? 8-ді. Ауызша теңдеу ғой қысқасы. Тігінен 34-тен қаншаны алсақ 14 шығады? 20-ны алсақ, 20-ға 5-ті қоссақ қанша шығады? 25 шығады. 26-дан қаншаны алсақ 1 шығады? 25-ті алсақ. 14-тен 13-ті алсақ 1 шығады. Осылай ретімен шығарып алсақ болады. Бір есепті шығарсаң, екінші есеп мәні шығып тұрады. 5-ші есепте есептерді шығар. Сыйымдылығы 3 литр банкыға шырын құйылған және сыйымдылықтары 1 литр және 2 литр болады 2 бос банкі бар. Барлық 3 банкіде 1 литрден болу үшін шырынды қалай құйып алуға болады? Бізде 3 литрлік банкі тұр. 3 литрлік банкіден 1 литрлік банкіге шырын құйып аламыз. Енді бізде 3 литрлік банкіде 2 литр шырын қалды. Енді 1 литрлік банкідағы шырынды 2 литрге құйып аламыз. Бізде 1 литр, сонда 2 литрлік банкіде 1 литр шырын болды. Енді 3 литрлік банкідегі 2 литр шырынды 1 литрлік банкіге құятын болсақ, бізде теңдей бөлініп 1 литрден 3 банкіға құйылады. Алтыншы есеп. Қорапта 24 кг шеге бар. Кіртастарды пайдаланбай, табақшалы таразының көмегімен 9 кг шегені қалай өлшеп алуға болады? Ол үшін біз шегені теңдей 2-ге бөліп аламыз. Екі жағына 12, 12-ден болады. Енді бір табақшадағы 12 кг шегені тағы да теңдей 2-ге бөліп аламыз. Таразыға теңдей 6 кг шығады бір табақта. Енді ол 6 кг, бір табағындағы 6 кг-ды 2-ге бөліп 3 кг жасап аламыз да, 6 кг табақтағы шегеге, жаңа 3 кг табақтағы шегені қоссақ, бізде 9 кг шеге шығады екен. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз, балалар. Есепті шығар. Кіртасыз табақшалы таразы мен сыртқы пішіндері бірдей 9 монета бар. Монеталардың біреуі жалған және басқаларынан жеңіл не ауыр екені белгісіз. Шын монеталардың массалары бірдей. Жалған монетаны анықтау үшін неше рет өлшеу қажет? Енді көрейік, біз 9 монета болса, біз теңдей таразыға тарту үшін бір монетаны алып қаламыз да 4-4-тен 2-ге бөліп таразыға тартамыз. Енді оны бір жағындағы 4 монетаны 2-ден таразыға тартамыз. 2 рет. Бір жағындағы 4 монетаны 2-ден бір таразыға, бір жағындағы 4 монетаны 2-ден бір таразыға тартып саламыз. Одан кейінгі сол жағындағы 2 монетаны тағы да бір-бірден таразыға саламыз. Оң жағындағы табақшадағы монетаны да жеке-жеке бір-бірден тартып саламыз. Жалған монетаны табу үшін бір немесе 7 рет өлшеу қажет екен. Бір рет өлшегеніміз ол бірінші жағдайдағы монеталар бір-біріне тең болатын болса, онда қалған бір монета жалған деп есептеліп, есебімізді тоқтатамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.